сіздерге. Білімнәрін толтырдық біз кеудеге, қателікте болды бізден кей жерде. Үйретуден жалықпаған ұстаздар, жанашырда бола білдің көп жерде, көп жерде. Қош бол енді мектебім менің, сенде оқып, сенде көктедім. Қоштасар сәттің алтын ояңмен, байқамай қалдым келіп жеткенін. Қош бол енді мектебім менің, сенде оқып, сенде көктедім. Қоштасар сәттің алтын ояңмен, байқамай қалдым келіп жеткенін. Ұмытпаймыз біз сіздерді мәңгілік, жадымызда бейнең тұрар жаңғырып. Келешектің алтын нұрын сепкендей, алдымыздан арайланды таң күліп, таң күліп. Қош бол енді мектебім менің, сенде оқып, сенде көктедім. Қоштасар сәттің алтын ояңмен, байқамай қалдым келіп жеткен. Күн мектеп түлектері, ұстаздар қауымы және ата-аналары. Бүгін әр оқу жылы қайталанбас тарихта мектебіміздің ерекше мерекесі. Бұл оқушыларды сыныптан сыныпқа шығарып салып, асыға өткен жазғы демалыстан бүгінгі заң мен тәртіп конституция құндылықтарының негізі тақырыбында өткелі тұрған салтанатты жиынға қош келдіңіздер. Қиындығы мен қызығы мол, тағы бір оқу жылы артта қалды. Алда жайдары жарқын жаз, көңілді демалыс, тынымсыз еңбек тоқсаны. Баршаңызды оқу жылының аяқталуымен, түлектермен қоштасу мерекесімен құттықтаймыз. Бүгін Алтын-Ұя мектебімізден 65 түлек ұшқалы отыр. Олардың арасында үлгілі оқуымен, жақсы тәртібімен, белсенді қоғамдық жұмысымен қатарларына, артынан ерген жеткіншектерге үлгі бола білгендері бар. Ендеше, Алтын-Ұя мектебінің табалдырығынан үлкен өмірге ұшқалы отырған мектеп бітіруші келешек мектебінің түлектерін құрметпен ортаға шақырамыз. Қарсы алыңыздар. Сынып жетекшісі Көшербаева Жанар Қанапияқызы бастаған 11-ші А сынып оқушылары. Мұхтар Арман, операторлық өнер саласында үздік камерашы ретінде танымал түлегіміз. Сариева Шамсихамар, қазақ тілі пәнінен олимпиаданың бірінші орын иегері, алтын белгіге үміткер оқушы. Тәжек Азамат, облыстық турнирден еркін күрес спорт шебері. Сәрсен Мирас, араш яралаш жекпе-жектен облыстан бірінші орын иегері. Матчанов Ерасыл, Қосан Дана, Базарбаева Ақмарал, Назархан Диас, Асалова Нұршат, Базарбаева Айнұр, жалпы білім беретін пәндер бойынша республикалық олимпиаданың жеңімпазы. Балғазиева Орынгүл, аудандық ақыл-кес зияткерлік интеллектуалдық байқауының бас жүлде иегері. Сабирова Мадина, Дүйсенбаев Бауыржан, халықаралық бокстан спорт шебері. Демегенова Раушан, Кенжебай Жұлдыз, орыс тілі пәні бойынша пәндік олимпиаданың бірінші орын иегері. Кенжекенова Айдана, Сағынбай Мерей, Көлебаев Даниэль, Сисенбай Ақмарал. Сынып жетекшісі Қалилаева Рысқал Сағынбаевна бастаған 11-ші Ә сынып оқушылары. Қылышбай Әділет, еркін күрестен облыс бойынша бірінші орын жеңімпазы. Абдыгалиева Әселя, алтын белгіге үміткер оқушы. Биология пәні бойынша аудандық олимпиадада бірінші орын иегері. Зейнадин Алихан, үздік спортшы. Тұрғалиева Ләйлі, химия пәнінен аудандық ғылыми жобадан бірінші орын иегері.
Байымхан Жайна аудандық химия пәні бойынша пәндік олимпиадада бірінші орын иегері. Байтеліков Нұрлыбек еркін күрес спортынан облыстан екінші орын жеңімпазы. Өнербек Ақмақов, Жамбулова Жанар ауыл олимпиадасынан биология пәні бойынша екінші орын иегері. Амандур Салтанат атадан мұра атты республикалық байқауында хореографиялық номинациясы бойынша үздік биші. Анвар Жаслан, Оразгалиева Айдана ән өнерінің үздігі. Нұрберген Бегарс биология пәні бойынша ауыл олимпиадада үшінші орын иегері. Алла берген Мөлдір, Сатыбалдиева Жарқынай, Ишанкулова Гүлнар Ақтау қаласы бойынша бокстан Өзбекстан Республикасына жолдама. Футболда Каспий клубы ойыншысы. Төлегенова Нұрай ағылшын тілі пәнінен аудандық олимпиадада бірінші орын иегері. Әбілмәжім Асылбек жекпе-жектен үздік спортшы. Төменбай Жан, Жандос, Инаят Каусар тарих пәні бойынша олимпиада жеңімпазы. Сынып жетекшісі Хамитова Алжан Егембердиевна бастаған 11-ші Б сынып оқушылары. Ерланұлы Арман аудандық Smart Teacher байқауынан екінші орын иегері. Уванов Досымжан аудандық Кубанда Батыр сайысының жеңімпазы. Нұрланұлы Мират, Нұрадинова Мадина облыстық алтын тек математика олимпиадасының жеңімпазы. Елдеспаев Хақназар облыстың информатика пәнінен пәндік олимпиадасында екінші орын иегері. Сүлеймен Ағерке облыстық алтын тілек математика олимпиадасының бірінші орын иегері. Үздік аттестатқа үміткер оқушы. Какабай Бексұлтан Әсет аудандық ағылшын тілі пәндік олимпиадасының екінші орын иегері. Қона Ерасыл, Мырзабай Сымбат, Нұрмағамбетов Айдын, Сагидулла Нұрай аудандық ақыл батыл зияткерлік байқауынан гран-при иегері. Карагул Медет, Жанғазиева Айман аудандық ғылыми жобадан бірінші орын иегері. Намет Нұржан, Жолдаспай Кәусар, Сәрсенбек Нұрбол аудандық экология салдары байқауының бірінші орын иегері. Жолдыбай Мейрамгүл, Кырым Рахымжан бокстан спорт шеберіне үміткер. Тұрдыбаева Сандуғаш тарих пәні бойынша аудандық пәндік олимпиадасының екінші орын иегері. Ермекбай Заманбек аудандық үздік географ сайысынан екінші орын иегері. Зулхажы Дильназ, Куванов Арал, Иделов Аймырза аудандық Әбіш Кекілбаев оқуларының жеңімпазы. Құрметті жиынға қатысушылар, Қазақстан Республикасының мемлекеттік туына қарап, сап түзеп, тік тұрыңдар. Бүгінгі 2025-2026 оқу жылындағы мектеп бітірушілердің салтанатты жиынын ашық деп жариялаймыз. Қазіргі таңда білім беру саласын дамыту еліміздің басты бағыттарының бірі. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев білім сапасын арттыруға ерекше көңіл бөліп келеді. Осы мақсатта елімізде келешек мектептері ұлттық жобасы жүзеге асырылуда. Сол көріністің бірі биылғы оқу жылында ауылымызда келешек мектеп ашылып, бүгінгі шарамызда 65 оқушымыз мектебіміздің алғашқы түлектері болып отыр.
Құрметті жиынға қатысушылар, бүгінгі салтанатты шарамыздың қонақтарымен таныс болыңыздар. Мұнайлы аудандық мәслихатының төрағасы Біләлов Берік Жарылғапұлы, аудандық білім бөлімінің басшысының орынбасары Мұрадалиева Гүлзада Ибрагимовна. Сонымен қатар салтанатты шарамызға мектебіміздің ата-аналар комитетінің төрағасы, қамқоршылық кеңесінің мүшелері және ата-аналар қауымы қатысып отыр. Бүгінгі салтанатты жиынымызды ашу үшін алғашқы құттықтау сөз Алтын ұя мектебіміздің басшысы Айман Қожағалиқызына беріледі. Қайырлы күн, қадірлі қонақтар, құрметті ата-аналар, ұстаздар, аяулы шәкірттер. Бүгін бәріміз үшін өте ерекше күн. Бүгін мектебіміздің тарихындағы ең алғашқы түлектері үлкен өмірге қадам басқалы тұр. Бұл мектеп шежіресіндегі ұмытылмас жүрекке жылы сәт. Осы оқу жылында 65 білім алушы мектеп қабырғасындағы білім сапарын аяқтап, жаңа белеске қадам басты. Құрметті ата-аналар, бүгінгі қуаныш ең алдымен сіздердің қуаныштарыңыз. Осы уақытқа дейін балаларыңыздың әр жетістігіне тірек болып, әр қадамын қолдап келдіңіздер. Сіздерге үлкен рахмет. Бүгінгі кештің басты кейіпкері мектеп түлектеріне білім берген мұғалімдердің маңдай терлері мен адал еңбегінің нәтижесі бүгінгі күнмен өлшенеді. Шәкірт жүрегіне білім нұрын сепкен ұжымдағы барлық ұстаздарға шынайы алғысымды білдіремін. Қымбатты түлектер, сіздер үшін соңғы қоңырау тек қоштасу сәті емес, бұл үлкен өмірге бастар жаңа жолдың қоңырауы. Алда сан түрлі таңдау, биік мақсаттар, жауапты шешімдер күтіп тұр сіздерді. Қай жолды таңдасаңыздар да, адалдық қасиетті, білімге деген құштарлықты, мектепке деген құрметтеріңізді жоғалтпаңыздар. Біз сіздерге білім ғана емес, өмірге деген сенім, өз күштеріңізге деген жігер бере алдық деген сенімдемін. Әрқайсыңыздың бойларыңызда ерекше қабілет бар, әртүрлі үлкен мүмкіндіктер бар. Сол мүмкіндіктерді дұрыс пайдаланып, елге қызмет ететін адал азамат болыңыздар. Армандарыңыз асқақ, қадамдарыңыз нық болсын, мереке құтты болсын. Ақ жол сіздерге.
құттықтау сөз кезегі салтанатты жиынымыздың қадірлі қонақтары, Мұнайлы аудандық мәслихатының төрағасы Берік Жарылғапұлына және аудандық білім бөлімінің басшысының орынбасары Мұраталиева Гүлзада Ибрагимовнаға беріледі. Рахмет. Құрметті ұстаздар, ата-аналар, қадірлі түлектер, баршаңызды мектеп өміріндегі ең әсерлі мерекелердің бірі соңғы қоңырау күнімен шын жүректен құттықтаймын. Мына енді өздеріңіз атап айтқандай, биылғы жыл ерекше жыл. Соның ішінде өздеріңіздің толқынысты, әсерлі бүгінгі мерекенің тұсындағы осы мектептің алға түлектері. Биыл ауданымызда 41 мыңнан астам оқушы оқу жылын аяқтап тәмамдаған болса, соның 2104 түлек үлкен өмірге қадам басуда. Оның ішінде 87 оқушы алтын белгіге, 104 түлек үздік аттестатқа үміткер. Осы жаңа атап өткендей, осы мектептің өзінде алғашқы түлектердің ішінде 2 үздік, 2 алтын белгі бар екен. Ол да мектептің мерейлі қуанышы. Бұл мектеп сапасының артып, жас ұрпақтың болашағына деген сенімнің айғағы. Ауданымызда білім беру сапасының дамыту бағытындағы жүйелі жұмыстар жүргізілуде. Биыл заманауи келешек мектебі пайдалануға беріп, сапалы білім алуға қолайлы жағдайлар жасалуда. Бұның бірден бір себебі осы аталған 3 мектептің бірі осы аталған осы білім ордасы. Қадірлі түлектер, сіздерге үлкен үміт артылады. Алған білімдеріңізбен, тәрбиелеріңізбен ел игілігіне жұмсап, туған жеріміздің дамуына үлес қосады деп сенемін. Ардақты ұстаздар мен ата-аналар, өскелең ұрпақ тәрбиесіндегі еңбектеріңіз үшін шынайы алғысымды білдіремін. Қымбатты оқушылар, алдарыңыз ашық, армандарыңыз асқақ болсын. Баршаңызға зор денсаулық, отбасыларыңызға амандық, елімізге тыныштық тілейміз. Алдағы болар ұлттық бірыңғай тестілеуде өздеріңіздің бақтарыңыз бен баптарыңыз қатар шабады деген сенімдемін. Сәттілік баршаңызға, қадамдарыңыз құтты болсын. Құрметті ұстаздар, қымбатты оқушылар, ата-аналар, бүгін міне бүкіл Қазақстанда, барлық өңірде мектеп бітіруші түлектердің қоштасу кеші, салтанатты жиын өтуде. Барлықтарыңызды бүгінгі мына мерекемен шын жүректен құттықтаймын. Енді жаңа атап өткендей, бізде аудандағы 34 мектептің бүгін 26 мектебінде осындай бітіруші түлектеріміздің салтанатты жиыны өтуде. Алтын белгілерімізде, үздік аттестаттарымызда, одан басқа міне жаңа атап өткендей, мына бітіруші түлектер 65 бітіруші түлек болса, осы мектепте соның 50%-дан жоғарысы үлкен жетістіктерге жеткен оқушылар. Жаңа өздеріміз тыңдап отырмыз, біреуі спорттан болса, пәндік олимпиададан, ғылыми жобадан әртүрлі жетістікке жеткен оқушылар. Алдағы уақытта да мына бітіріп атқан түлектерімізге тек сәт сапар тілейміз. Өздеріңіз мына алған білімдеріңізді, тәлім тәрбиелеріңізді өмірде қолданып, аңсаған оқуларыңызға түсіп, үлкен маман иесі болады деп сіздерге сенеміз. Құрметті ұстаздар, сіздерге де мына бітіріп жатқан шәкірттеріңіз тек үміттеріңізді ақтасын деймін. Ертеңгі өтіп жатқан қазіргі ұлттық бірыңғай тестілеуде жоғары балл жинап, өздерінің армандаған оқу орындарына түссін. Ата-аналар, сіздерге де үлкен алғыс. Осыларды демеп, олардың дарынын ашып, тілектерін орындап, үлкен көмек көрсетіп жүрсіздер. Сіздердің де үміттеріңіз ақталсын деймін. Жас түлектер, сәт сапар, мереке құтты болсын.
Ұшырса да өмірдің сан түлегін, ұстаз ғалым толастамас мәңгісін. Тыншымайтын асыл жандар аяулы, тыңдаңыздар шәкірттердің алғысын. Ата-ананың өмірінің жалғасы, ұстазының енді толған арнасы, өмір бақтың пісіп тұрған алмасы, түлектерім сөйлейді дей келе, Алтынұя мектебіне, аяулы ұстаздарына деген тілектерін, жүрек түкпірінде жатқан жылы сөзін, рахметін, қимас сезімдерін білдірмекші болып тұрған мектеп түлектеріне сөз береміз. Бүгін алғашқы қоңырау мен соңғы қоңыраудың арасын жалғаған 11 жылдың мәреге жеткен күн. Бүгін атаң ақ жол тілеп ақбата берсем деген күн. Бүгін әкем қызым бой жетті деп мақтанған күн. Бүгін ұстазының жанында шәкірт болып соңғы рет топталған күн. Бұл күн мектеп тарихында мектеп бітіруші түлектер есінде мәңгі өшпейтін күн. Ендеше сәт сапар жас түлектер. Енді біздің тәуелсіз елімізге, отанымызға 11 жыл бойы білім нәрімен сусындатқан ұстаздарымызға деген жылы лебімізді қарсы алыңыздар. Осыдан 11 жыл бұрын, 2015 жыл. Оң солын танымаған кішкентай бүлдіршіндер мектеп табалдырығын имене аттады. Мектепке алғашқы қадам, алғашқы сынып бөлмесі, алғашқы достар. Мектебім, аяулы мектебім, бағында гүлдей боп көктедім. Өзіңсің,
классың, осында 10 жыл тұрасың. Тарыдай болып кіресің, таудай болып шығасың. Құрметті менің кішкентай бүлдіршіндерім, мынау біздің білім ордамыз. Осында 11 жыл оқып білім аламыз. Апай, қарым ашып, тамақ жеуге бола ма? Жоқ Шұғыла, мектепте тамақ жемейміз. Мектепте үзілістің уақытында ғана тамақ жеуге болады. Апай, ұйықтауға бола ма? Ұйқым келді. Әдемі, мектепте біз білім аламыз. Үйімізге барып ұйықтаймыз. Апай, мына кітапта неге суреттер көп? Неге ойыншықтар жоқ? Батырхан, біз деген ойыншықтармен қоштасамыз, әліппемен достасамыз, оқып, жазып үйренеміз. Апай, гүлімді бересіз ба? Мамама берейін деп едім. Қолыңда тұр, Рамазан. Тұра қой. Апай, мен ручка істемеді. Ручканы ұстап үйретемін өзім. Жазамыз, оқитын боламыз біз. Апай, шаршадым. София, кішкене шыда. Қазір қоңырау соғылғасын үйімізге кететін боламыз. Апай, мен де шаршадым. Апай, үйге қашан қайтамыз? Қазір қоңырау соғылғасын қайтатын боламыз. Құрметті түлектер, 11 жыл бұрын сендерде дәл осындай мың сұрақпен келген едіңдер. Әріптен бастап өмірдің ең күрделі теоремаларына дейін үйрендіңдер. Қорықтыңдар, жыладыңдар, қуандыңдар, жеңдіңдер. Бүгін міне сендер үшін мектебіміздің есігі жабылып, өмірдің есігі ашылады. Алдарыңда емтихан, таңдау, жауапкершілік тұр. Қандай қиындық келсе де сынба. Ал арманыңа жеткен күні келіп, апай мен жеңдім деп құшақта. Сендер жаттаған әріптер, сендер отырған парталар, сендерге білім берген ұстаздарың әрқашан сендерді күтеді. Қайда жүрсеңдер де адалдық пен адамдықты ұмытпаңдар. Ұшқыраным, аспаның биік болсын. Сен жайлы жырдайын, ай қара есігін ашады, қарсалып күн сайын. Мектебім өзіңді сүйемін, білімді санама тиемін. Аяулы ұстаздар алдында басымды иемін. Мектебім, аяулы мектебім, бағымда гүлдей боп көтерім. Осыдан 11 жыл бұрын. Арадан 11 жыл өтті. Екі 2026 жыл. Бар бала бағына, мектебім, аяулы мектебім, бағында. Ой достар, вайп керемет болып тұр, я? Мына мектептің бітетініне әлі сен алмай тұрмын. Баяғыда 1-ші сыныпта сөмкеміз көтере алмай жүруші едік. Қазір сөмке де жоқ, ішінде тек бір ручка мен телефон. Иә, уақыт зымырап кетті. Есіңде ме, 5-6 сыныптарда мұғалімдерді көре қалсақ, телефонды тағатын жер таппай стресс болатынбыз. Қазір ғой, ұбт-ның базасынан тест іздеп, нон-стоп оқып кеттік. Достар, ал менің баяғы арманым әлі өзгерген жоқ. Дәл осы Алтын мектебімізде бізге білім берген, әрі қайсымыздың мінезімізді көтеріп, краш болған апайларымыз сияқты мықты маман болғым келеді.
Олардың бізге берген қолдауы ең үлкен мотивация. Эх, достар-ай, мен баяғыда сабақты 2 сағат қыламын деп едім ғой. Қазір ойласам, мектепте өткен әрбір минут тіпті 6-7 сабақты аз сияқты болып көрінеді екен. Достарымен бір партада отырып сыбырласқан, үзілісте асханаға жарысқан сәттер ең үздік естеліктер ғой. Иә, шынымен де, ол кездер енді қайталанбайды. Бірақ біз мектептің үмітін ақтаймыз. 100% тек алға. Алғашқы екілік. Күнделікке алғаш рет 2 алғанда, оны ата-анамызға көрсетпеу үшін неше түрлі амал ойлап, қарағын желіндеп немесе жоғалтып алатын күндеріміз қызық еді. Иә, енді бұл күндер тек архивте қалады. Бірақ біздің достығымызда уақыттың шектеуі жоқ. Бақылау жұмысында жауабын берші деп сыбырлап, бүкіл сынып болып бір-бірімізге көмектесетінбіз. Біздегі командалық рух сол кезде оянатын. Қызық күндер-ай. Сабақ үстінде партаның астынан телефон қарап отырып, мұғалім жақындағанда профессионал актер сияқты кітапқа тесіліп қалатын сәттеріміз-ай. Біз алғаш әріп таныдық. Табалдырығын аттағанда таңырқай қараған қара шаңырағымыз бізге білім нәрін септі. Ал бүгін өмірдің үлкен кітабына қадам басқалы тұрмыз. Сол кітаптың әр бетін абыроймен толтыру біздің басты мақсатымыз. Бұрын қоңырау соғылса, алақай, сабақ бітті деп қуанатынбыз. Бүгінгі соңғы қоңыраудың дауысы жүректі сәл ғана мұздатып тұрғандай. Өйткені бұл бізді үлкен өмірге шақырған алғашқы белгі. Кеше ғана 1-ші сыныпта партаға бойымыз жетпей отыр едік. Ал бүгін мектептің есігі бізге тар болып қалғандай. Біз тек бойымыз ғана емес, ойымыз да өсті. Мектеп біздің екінші үйіміз болды. Мұнда бізді әрқашан құшақ жая қарсы алатын ұстаздарымыз, сырлас достарымыз қалды. Әр сыныптың қабырғасында біздің балалық шағымыздың ізі, күлкіміз бен естеліктеріміз мәңгіге сақталады. Арадан тағы 4 жыл өтті. 2030 жыл. Арман қуып, жан жаққа кеткен түлектер бүгінде әрқайсысы өзі таңдаған маман иесі атанып, ел алдында абыройлы қызмет етіп жүр. Бірі дәрігер, бірі ұстаз, енді бірі инженер, заңгер, кәсіпкер атанып, қоғамның дамуына өз үлесін қосуда. Мектеп қабырғасында бірге өткізген қызықты сәттер мен балалық шақтың тәтті естеліктері оларды әрдайым бір-біріне жақындатып тұрады. Уақыт өтсе де, жүректегі достық пен туған мектепке деген ыстық сағыныш ешқашан жоғалмайды. Білімнәрін толтырдық біз кеудеге,
Қателік те болды бізден кей жерде, үйретуден жалықпаған ұстаздар. Жанашырда бола білдің көп жерде, көп жерде. Қош бол енді мектебім менің, сенде оқып, сенде көктедім. Қоштасар сәттің алтын оянмен, байқамай қалдым келіп жеткенін. Қош бол енді мектебім менің, сенде оқып, сенде көктедім. Қоштасар сәттің алтын оянмен, байқамай қалдым келіп жеткенін. Ұмытпаймыз біз сіздерді мәңгілік, жадымызда бейнең тұрар жаңғырып. Келешектің алтын нұрын сепкендей, алдымыздан арайланды таң күліп, таң күліп. Қош бол енді мектебім менің, сенде оқып, сенде көктедім. Қоштасар сәттің алтын оянмен, байқамай қалдым келіп жеткенін. Қош бол енді мектебім менің, сенде оқып, сенде көктедім. Қоштасар сәттің алтын оянмен, байқамай қалдым келіп жеткенін. Қош бол енді мектебім менің, сенде оқып, сенде көктедім. Қоштасар сәттің алтын оянмен, байқамай қалдым келіп жеткенін. Қош бол енді мектебім менің, сенде оқып, сенде көктедім. Қоштасар сәттің алтын оянмен, байқамай қалдым келіп жеткенін. Қош бол енді мектебім менің, сенде оқып, сенде көктедім. Қоштасар сәттің алтын оянмен, байқамай қалдым келіп жеткенін. Мектебім, аяулы мектебім, өзіңсің өмірдің көктемі. Нәр алып қолымды созамын, арманға көктегі. Мектебім келеміз. Келесі құттықтау сөз тердің 11 жыл бойы білімдерімен сусындатып, тәлім тәрбие берген ұстаздары мен ата-аналар қауымына беріледі. Саламатсыз ба? Бәріңізге құтты болсын. Бүгін 25 май, бәрі қуанышты балдар. Мұғалімдерге рахмет, бәріне осы балдарды осылай дәрежеге жақсылап жеткізген. Бірінші класста кіріп келді, қазір уже бәрі күшті болып, әдемі болып, сұлу болып шықты. Бәріне рахмет айтамыз, директорлерге, мұғалімдерге, міне апайлары бар. Бәріне рахмет, алғыс айтамыз бәрісіне. Балаларға сәттілік, алда үлкен өмірге. Армысыздар, құрметті әріптестер, аяулы ата-аналар және
Біздің мақтанышымыз бен қуанышымызды бөлісуге келген білім бөлімінің қадірлі қонақтары. Бүгін міне барлығымыз үшін тарихи да толқынысты күн. Мектеп қабырғасында 11 жыл бойы соғылған соңғы қоңырау үні енді біздің мектебіміздің аяулы түлектері, мақтаныш бола білген түлектер үшін соңғы рет соғылғалы тұр. Осыдан 11 жыл бұрын балаларымыз кіп-кішкентай болып, тұлымдары жеркілдеп, жүректері лүпілдеп, мектептің табалдырығын аттаған болатын. Ал қазір қырандай қанаттарына қанат қаққалы тұрған түлектеріміз мінекей толқып тұр. Менімен бірге тұрған 3 сынып жетекші де қазір қимастық сезімімен толқысыныз сәтінде тұр. Біз 11 жыл бойы ішінде осы оқушыларға тек қана білім нәрін сеуіп қойған жоқпыз. Сонымен қатар осы оқушылардың тағдырына, жетістігіне, мінезіне өзіміздің баламыздай қуандық. Аналық та, ұстаздық та ете білдік. Құрметті аяулы ата-аналар, сіздерге үлкен рахмет. Осындай балаларды тәрбиелеп, көзінде оты бар, саналы, тәрбиелі ұрпақ тәрбиелегендеріңіз үшін басымызды иіп алғыс айтамыз. Әрине, толқынысты сәт, мінекей қимастық сезімі бар. Аяулы түлектер, балаларым, сүйікті шәкірттеріміз, алдағы үлкен даңғылдағы өмір жолдарыңа тек қана сәттілік тілейміз. Ақ жол, қадамдарың нық, жолдарың ақ, аспандарың ашық болсын. 3 сынып жетекшісінің атынан ән арнауымызды қабыл етіңіздер. Түлектер барады қанат қағып, қош айтып келешек мектебіне. Қоштасып сіздерде түлекпенен, ән айтып берейік жүрекпенен. Қол бұлғап қаламыз ақ жол деген тілекпенен. Қимай тұрмыз, қимай тұрмыз, өзімізге сыймай тұрмыз. Қырандарым, талмасын деп қанаттарым. Біз үшін әрқайсың дарасыңдар, биікке бет алып барасыңдар. Осынау мектептің тарихында алғашқы түлек боп қаласыңдар. Сіздерді ұстаздар сағынады, уақытқа бірақ та бағынады. Сендерге қоңырау ең соңғы рет соғылады. Қимай тұрмыз, қимай тұрмыз, өзімізге
астық өртеп көзіңе келді жасында. Соңғы қоңырау, соңғы паш, балалық шақ енді қайта оралмас. Алдағы өмір қанша қызық болса да, сол сәттерде сонша тәтті болмас. Соңғы қоңырау, соңғы паш, балалық шақ енді қайта оралмас. Алдағы өмір қанша қызық болса да, сол сәттерде сонша тәтті болмас. Құрметті жиынға қатысушылар, соңғы қоңырау мерекесінің дәстүрі бойынша аманат ту табыстау рәсімін бастауға рұқсат етіңіздер. Аманат ту тапсырушы аудандық Қамбар Батыр сайысынан 2-ші орын, аудандық пәндік олимпиадада 3-ші орын, республикалық лингвист олимпиадасында 3-ші орын иегері мектебіміздің алғашқы түлегі Ерланұлы Арман. Аманат ту қабылдаушы республикалық алтын дән байқауының гран-при жеңімпазы, облыстық жас музыкант байқауының жеңімпазы, ауыл олимпиадасының жүлдегері, мектебіміздің өзін-өзі басқару ұйымының президенті Смағұл Мейрамбек ортаға шақырылады. Елімде соқсын жүрегім, елімде соқсын жүрегім. Ереулатым айыр салмайын, көрейін, көже шалмайын, рет жүрегім. Әнге ән, жырға жыр жалғап барамыз ұшып ұядан. Айтамын саған аманат, ізбасар 10-шы сыныптар. Мейіріммен шуақты өлген ұстаздар саған аманат. Шығатын күміс үнімен әндерім саған аманат. Аулада тұрған талдар мен сыныптағы гүлдер аманат. Жалғайтын арман таңдарға сағыныш саған аманат. Жастанып күйде ұйықтаған кітабым саған аманат. Көрінбейтін шимай шатпақтан дәптерім саған аманат. Бір жеңіп бірде жеңілген жарыстар саған аманат. Сыралған тұнық сезіммен өлеңдер саған аманат. Қос өрім қылып тағатын ақпантик саған аманат. Үзілісте соғатын қоңырау саған аманат. Үлгілі тәртіп, үздік оқу, ізбасарым саған аманат. Желбірейтін биікте алтын ұя туы аманат. Кір келтірме атына, биікке самғау бізге аманат. Елімде соқсын жүрегім, елімде соқсын жүрегім. Ереулатым айыр салмайын, көрейін, көже шалмайын, рет жүрегім. Біз 10-шы сынып оқушылары сіздерден қастерлі аманатты қабылдай отырып, бізге артқан сенімдеріңізді ақтауға, білім мен тәрбиенің барлық салаларынан алда болуға, мемлекетімізді гүлдендіруге, дамытуға негіз болатын ғылыми жетістіктерін кеңінен игерген саналы азамат болып шығуға, мектебіміздің мәртебелі екенін биіктетіп, жоғарғы деңгейге көтеруге өз үлесімізді қосамыз деп сеніммен ант береміз. Елімде соқсын жүрегім, елімде соқсын жүрегім. Ереулатым айыр салмайын, көрейін, көже шалмайын, рет жүрегім. Елімде соқсын жүрегім, елімде соқсын жүрегім. Құрметті ұстаздар, Алтын ұя мектебімізде 11 жыл бойы білім, тәлім, тәрбие берген ұстаздарымызға, мерекеге қатысушы аға ұрпақ өкілдеріне 11-ші сынып түлектері атынан үндеу жариялаймыз.
Құрметті ұстаздар, ата-аналар, қадірлі қонақтар және бізден кейінгі буын. Бүгін біз үшін ерекше күн. Бүгін балалық шақпен қоштасып, үлкен өмірге қадам басатын сәт. 11 жыл бұрын біз мектеп табалдырығын кішкентай армандарымызбен аттадық. Осы уақыт ішінде біз тек білім алып қана қоймай, өмір сүруді, достықты, жауапкершілікті және армандауды үйрендік. Келешек мектебі бізге қанат бітірді. Бұл мектеп бізге сенуді, талпынуды, ешқашан берілмеуді үйретті. Құрметті ұстаздар, сіздер біз үшін жай мұғалім емес, жол көрсеткен шамшырақ болдыңыздар. Әр сабағыңыз, әр ақылыңыз біздің болашағымыздың бір бөлшегіне айналды. Сіздерге шексіз алғыс айтамыз. Ардақты ата-аналар, біздің әр жетістігіміздің артында сіздердің махаббаттарыңыз бен қолдауларыңыз тұр. Түн ұйқыларыңызды бөліп, біз үшін алаңдағандарыңызға рахмет. Біз жаңа буынбыз, біз болашақпыз, біз өз еліміздің дамуына үлес қосатын азамат болуға уәде береміз. Бүгінгі соңғы қоңырау аяқталу емес. Бұл жаңа өмірдің басталуы. Сіздерді бүгінгі мерекемен құттықтай отырып, алдарыңызға ақ жол тілей отырып, болашақта ұшқыр қиял, ізгі ниет, таусылмас талап серік болсын. Биікке ғана самғап, ұлылардың үрдісін жалғастыра беріңдер демекпіз. Бүгінгі мерекеге қатысушы аға ұрпақ өкілдері, ағалар, апалар, ұстаздар, ата-аналар, сіздердің сенімдеріңізді ақтаймыз. Әрқайсымыз осы бір дүниеге кірпіш болып қаланып, өз орнымызды таба білеміз деп, келешек мектебінің түлектерінің атынан сенім білдіреміз. Көктемнің лебін шайқалды міне екен гүлдерің аңсатар енді мектебім менің саяңда сенің өткен күндерің. Соңғы қоңырау сыңғырлап үнің көңілде тұрау арманнан асып толқындай тасып төгілгенім ау. Аттана сәтте төреңе мынау қимадым сені соңғы қоңырау. Аттана сәтте төреңе мынау қимадым сені соңғы қоңырау. Қызықпен талай думанда кешкен шығармас сонау жолдарым естен тақтаға жазған ұстаз тілімін партада тыңдап үлгі алып өскен. Соңғы қоңырау сыңғырлап үнің көңілде тұрау арманнан асып толқындай тасып төгілгенім ау. Аттана сәтте төреңе мынау қимадым сені соңғы қоңырау. Аттана сәтте төреңе мынау қимадым сені соңғы қоңырау.
толқындай тасып, соңғы қоңырау, сыңғырлап үнің көңілде тұрау, арманнан асып, толқындай тасып, төгілгенім ау, аттана сәтте төріңе мынау, қимадым сені, соңғы қоңырау, аттана сәтте төріңе мынау, қимадым сені, соңғы қоңырау, қимадым сені, соңғы қоңырау. Бүгінгі жиынымыздың ең толқулы ғажайып сәті енді басталғандай. Бүгін сіздерді 11 жыл бойы шақырған күміс қоңырау соңғы рет соғылмақ. Күміс қоңырау біздің жадымызда балдай тәтті балалық шақтың мәңгілік белгісі болып қалмақ. Күміс қоңырау оқушылық өмірдің ертегідей өлкесінен естелік болып жаңғырмақ. Күміс қоңырау сіздер үшін бүгін ақырғы рет соғылып, балалық шақтан даналық сапарға шығарып салмақ. Сыңғырла қоңырау жаңғыртып мектеп төрінде, арманға толы жас түлек самғасын өмір көгінде. Мектеп бітірушілердің құрметіне арналған заң мен тәртіп, конституция құндылықтары негізі салтанаты өз мәресіне жетті. Түлектерге ақ жол тілейміз. Алдағы өмір сапарларыңыз сәтті, армандарыңыз асқақ, қадамдарыңыз нық болсын. Жолдарыңыз әрдайым ашық болып, болашақтарыңыз жарқын болсын. Сәт сапар, жас түлектер.